Мен бірде әлеуметтік желіде отырып, Қытай Халық Республикасының Қазақстанға келіп, қазақ қыздарына үйленбек ниетте екенін оқыдым, және мені қатты қынжылтқан дүние оған қазақ қыздарының да кетар еместігі. Мен сол қыздарға көп нәрсе айтқым келеді, бірақ ол айтқым келген дүниелердің барлығын мен өзімнің өлең жолдарыма сыйғыздым. Осы өлеңім сол Қытайға тұрмысқа шыққысы келетін қыздарға құлақ қағыс болса екен. Қазақ қызы, саған өзге ұлт арман ба, қазақпенен өмір сүрші мына 5 күндік жалғанда. Өзге ұлттың жігіті не қызығардай, қазақ жігіт, саған жетпей қалған ба. Қазақ қызы, есіңді жи ермегін, Қытай артынан кетумен де ермегін. Қаның қалсын, жаның қалсын қазақ боп, қорғай алады сені қазақ ерлерім. Қызық көзді Қытай саған ері болмас, көңілі тіпті өз жұртыңдай кең болмас. Отаныңды, отбасыңды ойласаң, өзге елде терезеңде тең болмас. Қазақ қызы Қытай менен бармағын, тістемесін елім сосын бармағын. Қалай ғана түсінбейсің қалқамау, салайын деп жатыр Қытай қармағын. Қазақ қызы осы күнге шүкірде, өзге ұлттың жігітіне жүгінбе. Есің болса, ертеңді ойлағын, су ішкен құдығыңа түкіріме. Жетеді ғой қазақ жігіт тойлары, қазақ болып сыйластығын жоймады. Біле білсең, қысық көзде Қытайдың соғыссыз жаулап алу ойлары. Қытай келсе, балшыққа батқан мен тең, жерімізде жай барақат жатқан мен тең. Қазақ қызы Қытайға шығары болсаң, өз еліңді өкіртіп сатқан мен тең. Ойлан қызы, қазағымның қылықты, не қыласын араластырып бұлықты. Қазақ қызсың, қазақ болып қала бер, сақтағайсың атадан мұра ғұрыпты. Қазақ қызы, ақшаға олай алданба, қазағымның жігітінен арланба. Алақанда аялайды ерлерім, қара көзін мына 5 күндік жалғанда.